Еліміздегі барлық шағын және орта бизнес өкілдері бір қауымдастық аясына біріктіріледі. Парламентте Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы жаңа заң қабылданды. Атырауда жергілікті бизнес өкілдерімен кездескен сенатор Сәрсенбай Еңсегенов осы заңға түсінік берді. Жаңа заңды дайындау барысында еуропалық озық үлгі басшылыққа алынған. Бұрын еліміз бойынша бизнес өкілдерін біріктіретін 700-ден аса қауымдастық болса, енді кәсіпкерлер бір орталыққа жинақталады. Ендігі жерде ұлттық палата отандық кәсіп иелерінің кейбір мәселелерін мемлекеттік деңгейде шешуге жағдай жасайды дейді заңды әзірлеушілер. Ереже бойынша ұлттық палатаға кіру жарнасы белгіленген. Соған сәйкес бизнес өкілдері үшін жылына 360 мың теңге, ал іргелі компаниялар 3,5 миллион теңге төлейді. Жеке кәсіпкерлер үшін жарна етілмейді. Жалпы палатаның бюджеті 14 миллиард теңге деп белгіленген. Бүгін жаңа заңды талқылаған атыраулық бизнес өкілдері сенаторға көкейдегі сауалдарын қойып, ұсыныс пікірлерін жеткізді. Мен ойлаймын, бұл сұрақтарға біз жауап бердік. Бірақ та кейбір мәселелерді әлмен қарай талдап қарау қажет. Заңның арасында кейбір қарама-қайшылықтар жөнінде де айтылып жатыр. Бұл мәселелердің бәрін біз бүгін жинақтаймыз. Бұндай кездесу Құлсары қаласында да өтеді. Осы заңға байланысты шілде, тамыз айларында 3 өңірде, 3 қалада, Орал қаласында, Алматы қаласында, Тараз қаласында өңірлік аймақтық кеңестер өткізу жоспарланған. Бұған үкімет тарапынан қолдау бар.